Қайырлы кеш достар. Біз оралдық. Енді сіздермен бүгінгі сауда-саттық қалай өтті? Сол жайлы айтып өтеміз. Қосымша мен сіздерге осы уақытқа дейінгі жинаған білімнен классикалық анализдің біреуін үйрететін боламын. Бейне жазба бір 9 минуттарға созылу ықтималдығы бар. Жайғасып отырып көріп. Енді трейдерлерге арналған, бұл білмейтін адамдарға бұл қызық емес әлбетте. Так, бүгінгі күн швейцарский франк пен жапон иенасы, японский иенаға болған сауда-саттық қараңыздар, айтып өтейік. Бүгін 11-де ашылған сауда-саттық біріншісі минустен 74%-бен жабылды. Одан кейін екінші мына свечадан лонг позицияға ашқанбыз. Бұл жерде 2-де 15%-бен жабылды. Үшінші мынаған лонг ашу керек едім, бірақ мен үлгермедім да, келесі свеча шығып кетті. Келесі свеча уже былай мына жақта жүріп қойған кезде қарадым. То есть уже үлгермей қалдым деп ашпадым. Ашпағанды дұрыс болған, өйткені ол тек стоп-лосс алып кеткен екен. Ал үшінші сделка, мына жерде екі түрлі, менде мынандай не бар, қараңыздар. Пин бар, лонгқа немесе шортқа сигнал берді. Мәселен, шортқа сигнал беріп тұр, но импульс лонгқа қарап болып тұр да. Қатты импульс болған кезде негізі трендке қарсы ашпауға тырысамын белгілі бір таймфрейм аралығында. Но бұл жерде импульс те қатты болған жоқ, соншалықты бір ойбай дейтіндей. Сондықтан мен лонгқа да шортқа да дәл мына жерде аштым. Қараңыздар, минус 35% лонгтан минус алдық. Шортқа ашылған жерден лонгқа көбірек спред болады екен. Спредпен мына жақтан ашылды, на самом деле мына түбінен ашқан едім. Сөйтіп еще экснес брокерінің тағы да түсініксіз бір сайттардың кесірінен 1% ғана прибыль жабылды. То есть мына жапон шамына трейдинг вьюдегі көрсеткіштер, мәселен жапонша мына жақта тұрды, яғни сары свеча әлі мына көрсеткен тек профитке бармаған, бірақ экснес брокерінде не істеп тұр, ол уже барып тек профит алып қойды, яғни 1% ғана прибыльмен жауып тастады. На самом деле бұл жерде 1,7, 1,6%-мен жабылу керек болған. Вот такое дело, короче. Экснес брокерінен енді инвестор соған салғаннан кейін амал жоқ, ауыстыра алмай отырмыз. На самом деле мүмкін болса экснес брокерінен қашыңыздар. Бұл мошеннический нәрселерді арасына жасап тұрады. Не всегда, но арасына тығып тұрады сондай. Сондықтан ол керек емес. Ең соңғы сделка қараң, бұл жерде 1% ғана прибыльмен жабылды достар. Но соның өзінде 1,92% бүгін прибыльдеміз. Ең соңғы сделка мына жерден ашылған шорт позиция, шортта әлі белгілі бір деңгейде кішігірім прибыльдамыз. Может жауып тастауым да мүмкін, өйткені түн болды, түнгі 12-ден 30 алды, қараңыздар. Жауып тастап, дауысым естіліп тұр ғой да? Жауып тастай салуым да мүмкін. Уже жеткілікті 1,92%. Енді алтынға өтейік достар, қараңыздар. Мен сіздерге бүгін түнді жіберген анализ бойынша треугольник зонаның қай жаққа қарап бұзады, сол жаққа қарап өсу ықтималдығы бар деген едім. Міне отработкасын көріп тұрсыздар. Лонг позицияға мына свеча бұзып берген, денесімен емес, бірақ одан кейін кішкене откат болғандағыны үлкен импульспенен жұлып әкеткен. Ендігі айтатын нәрсе, ключевой зоналардың бірі болған мынау еді. Тек профит алатын, яғни стоп-лосс ретінде қойылған kill зона дейміз ба, оны алып қойды. Енді ары қарап өзі біледі қалай жүретін. Лонг позиция ұстап отқандарыңыз болса, абайлаңыздар. Стоп-лосстарыңызды нөлге қойыңыздар, немесе лучше мен 50% немесе 75% ашық тұрған сделкаларды жауып тастауға кеңес беретін едім. Потому что бұл до конца барып өсуде мүмкін, құлауды мүмкін де, түсініксіз, боковикке кетуі мүмкін деген секілді ғой. Сондықтан мен сіздерге ендігі айтатын нәрсем, бізде мынандай диагональ линияның бар екенін білесіздер, қараңыздар. Бұл ең алғашқы 3500-ге дейін өсіп барған тарихи максимум, одан астыңғы жағындағы қайтадан сол максимумды бұзуға тырысқан зона. Міне 1-2 диагональ линия тұр. Дәл осы линиядан бұл артқа қайтып кетуді мүмкін, мына жерге келіп. Астындағы диагональ линияға қайтуы мүмкін, мына линияға, немесе осы мына жоғарыдағы линияны, мына екі сызып тұрған линияны бұзатын болса достар, өте үлкен вероятностьпен, өте үлкен ықтималдылықпен лонг позицияға өсуі мүмкін. Лонг позицияда бұзды деген кезде ең алғашқы тек профит әлбетте осыны өзінен алдыңғы тарихи максимум, одан кейін 3500 ең пикіне барған, ең максималды өскен жеріне дейін қайтадан баруы мүмкін. Бұл екеуін бұзса, әрі қарап сіздер дәлнеш
бірнеше зоналарды көре бересіздер. Айтатыным осы достар, қараңыздар, мына жерден сауда саттық жасағанға білмеймін, 1 сағаттықпен сауда жасауға кеңес бермеймін. 1 күндікпен немесе 4 сағат, тіпті апталық таймфрейммен сауда жасаған тиімді алтынға. Өйткені жасаған анализдеріңіз көбіне дұрыс шығып жатады. Қараңыздар, міне 1 күндік таймфрейммен де треугольник болған, жақсы өсіп жатыр. Нормально анализға. Енді сіздерге бүгін айтам деген классикалық анализ дәл осы треугольник зона болып саналады. Треугольник зона болса просто так болды деп емес, бұның тек профиттерін анықтауды айтқым келіп отыр. Треугольник енді білесіздер қалай создавать етілетінін. Иә. Треугольник зоналардың қарапайым ғана достар, максимумнан минимумға жай ғана не істейсіздер? Фибоначчиді тартасыздар. Фибоначчиді. Солай Фибоначчи тартқаннан кейін сіздерде өзінің бір зоналар бар, қараңыздар. Қазір жақындатып көрсетемін, имбаланс таппастайық. Мінекей. Мына цифр көрінбей тұр ғой. Ой қойғыш. Мінекей. Бірде 272 деген зона тұр достар. Бірінші take profit зона міне әлбетте осы болады. Одан кейінгі take profit зона мынау болады. Бірде 414 деген зона болады. Одан кейінгі зона бірде 618 деген зона болады достар. Осы үшеуінің аралығында take profit көбіне жүріп береді. Ұзақ таймфрейммен, үлкен таймфрейммен. Қазір take profit келе жатыр. Барып беру ықтималдық бар. Плюс мына жерде не бар? Имбаланс бар. Имбаланстың көбіне білесіздер. Дәл ортасына дейін барып беру ықтималдық бар. Ал мынау біздегі алдағы take profit дәл соның ортасы. Көреміз қалай отработка болатын. В целом алтын бүгін 450 пунктқа әдемі өсіп берді. Мінекей. Дәл мына линияның түбін есептейміз. 350 екен. Жоқ, 470, 449 деп тұр, мынақта 476. Яғни 450 дей берейікші. 450 пункт жақсы өсіп берді алтын. Ары қарап отработкасын күтеміз. Енді сіздер жаңа айтқандай, енді түсінікті ғой да, мен сөзім өзгеріп кетті. Take profit'тарды қалай қойылатын. Енді мен сіздерге оны дәлел ретінде просто так тарихи максимум бұрынғы болған треугольник зоналарға қараймыз. Қараңыздар мінекей. Линиялар создавать еткен 100% идеальный болуы шарт емес. Треугольник па треугольник көрініп тұр. Ол трейдерлер бірден түсінеді. Максимумнан минимумға не істейсіз? Просто Фибоначчи тартастағыны ары қарап жаңағы зоналарды іздеп тауып аласыз. Болды, сол жерге сіздер не істейсіздер? Take профиттеріңізді бөліп шашып тастайсыздар, қоясыздар. Мәселен, мына жерде бір мынау бұзып берді ғой, қараңыздар. Бұзып денесімен жабылу керек көбінде. Сол кезде бұл подтверждение лонгқа қарап кету деген. Линия сызылды мынадан бастап. Мына астындағы линиялармен бірге теңестірдіңіздер дағыны. Мынада соңғы свеча, яғни осы линияның бұзып барып жабылу керек. Сол жабылған жерде не істейсіздер? Сіздер лонг позицияға немесе шорт позицияға ссылканы ашасыздар дағыны күтесіздер. Стоп-лосс әлбетте сол свечаның асты болуы мүмкін, немесе одан кейінгі свечаның асты болуы мүмкін, либо осы полный мына треугольник зонаның астын алсаңыздар да болады. Енді бұл мен сіздер көбіңіздің жаңағыдай үлкен объемдармен сауда жасайсыздар, мен алтынға ондай объеммен жасамаймын. Сондықтан глобальный айтып жатырмын сіздерге. Стоп-лосстар қалай қойылу керек болған. Көрдіңіздер ғой да, 3 take profit'ті де алып берген. Дәл осы жерден 1, 2, 3 деген 001 немесе 002 деген объеммен 3 рет сделка аштыңыздар мәселен. Аштыңыздардан біреуінің take profit мынаған, екіншісі мынаған, үшіншісі мынаған қойдыңыздардан күттіңіздер бұл. Үшеуі де жүріп берді ме, жүріп берді. Тура осылай екінші мына бір треугольник зона тұр екен, қараңыздар. Үшбұрыш зона. 1, 2, екіден кейін сәл идеальный емес, жаңағыда айтқанды идеальный болу шарт емес. 1, 2, 3, 4, төртінші қараңыздар достар, денесімен ғана бұзған. Потом барып не істеді? Мына жерде свеча шықты. Одан кейінгі свеча импульспен қатты бұзылып кеткен. Яғни уже рынок понятно, өйткені ол рынок құлап жатыр. Бірінші подтверждение мына жердегі минимум зонаны бұзып өткен. Значит, шортқа кету ықтималдылығы не?
әбден басым. Сондықтан не істейсіздер? Рынокқа құлап жатса оған қарсы шығып сауда саттық жасалмайды. Вот сол секілді бұл жерде не істейміз енді? Take profit зонаны анықтау керек. Минимум зона мінекей. Шорт позицияда тапқан кезде минимумнан максимумға Fibonacci'де тартасыздар. Мінекей Fibonacci максимум қайда тұр? Максимум мұнда тұр. Болды. Take profit жаңағы мен айтқандай 1.272 деген зона. Мінекей 1.272 деген зонаға келіп берген. Стоп лосс алған, take profit алған ба? Алған. Екінші зона мінекей 1.414 деген зона жүріп берген ба? Жүріп берген. Үшіншісіне бірақ бармаған. Ну, не болыпты бармаса? Екі take profit алдыңыздар. Аналитика классикалық анализ жұмыс жасай ма? Жасайды. Проблема бар ма? Проблема жоқ. Нервничайтесіңдер ма? Нервничайтпейсің. Риск сақталған ба? Сақталған. Солай жұмыс жасалынады. Сауда саттық деген трейдингте үлкен, қанша сенің капиталың үлкен болған сайын, одан сен соншалықты үлкен ақшасы жасауды емес, яғни $1 миллион $1 миллион жасау деген нәрсе жоқ бұл жақта. Кішкентай $1000 мен $1000 жасай беруің болады, бірақ қанша капитал үлкейген сайын сенің прибіліңді қысқартуға тиіссің. Себебі сенің табатын прибілің сен қанша прибіль тапсаң, сонша жоғалта аласың деген сөз. $1 миллион болса, $100 мың дейікші, миллион айтпай қояйық. $100 мың болса, сен ай сайын $100 мың істеймін деу өте қателік. Үлкен сөз. Сен таба алған ақшаңды жоғалта да аласың. Сондықтан алдымен істейтін болсаңыздар, өте қысқа ғана 1%, 2% рискпенен жұмыс жасаған тиімді. Солай жұмыс жасалынады да. Бірінші осы сіздерге айтайын деген достар. Неке қараңыздар. Түсінбеген жерлер болса сұрақ қойыңыз, жазыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сұрақ қойыңыздар, жазып көрсетемін. Сіздермен тағы да ертең бөлісетін боламын. Бүгін рыноктың қаншалықты отработка беретін аналитикалар жайлы. Швейцарский франк әлі отработка беріп жатыр. Скорее всего, мен сделканы жауып тастаймын да, сонымен ұйқыға кетеміз. Ал жаңа Зеландия доллары мен Жапон иенасына келсек, бұған дейін мүлдем отработка берілмеді. Қараңыздар, не деген свечалар түсініксіз болған, коррекцияға кеткен болатын. Бүгіннен бастап уже өте жақсы отработкасын беріп бастады. Қараңыздар, бір тейк, бір стоп, тейк профит, бір стоп, 3 тейк профитпен жауып берген ағайындар. Өте жақсы отработка, керемет, просто идеальный деп айта аламын. Әзірге осы достар, сау саламатта болыңыздар. Ертеңгі сауда саттық күніңізге аман есен жетуді нәсіп етсін.